Шет жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым дер өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлесең, алдымдан ұзақ жүресең, жүрегім жыры толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыры толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ушырған сұңқарыңмын, кей ағашыры қарыңмын, бәйгеге өзің қосқан тұлпарыңмын. Анашым шалқып күлесең, алдымдан ұзақ жүресең, жүрегім жыры толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыры толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қорғаным өзіңдеймін, жандауа сөзіңдеймін. Анашым сен ойласам, өз елемеймін. Анашым шалқып күлесең, алдымдан ұзақ жүресең, жүрегім жыры толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыры толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Әрі Құданың орнына, әрі Құдағайдың орнына. Бүгін міне осындай бір бас қосып отырмыз, міне 60 жасында. Құрбының жеткенше үйге қаша мынауында бір отырып бір гәшті бар да бұнында, қайып бар мені. Енді осы мына қарындасымызға тілекті Құда тілек айтып. Құрметті қонақтар, Қазақстанға себепшісі мына Дастарханда қарындасымыз бүгін 60 жас мерейтойын тойлағалы отыр. Мерейтойын 60 жас құтты болсын, деніңіз сау болсын, өмірге бақытты болсын. Алланың берген өмірін қызықты салтанатты балдарының алдында күліп ойнап, немерелерін ертіп, шөберелерін шертіп, жақсы қуанышқа кенеліп жүруді
Hürmet ettiğin şuralar var, neyse, odalar var. Solarında, osmay, toylarında birge konuda koyuyor. Şahslıklarla birge katsı. Şeriflerimiz son, şimdi dünya tanış bu, o ayım yok, o tanışta zaman bu, bosunda yok. Her vakta tasarlanmasında yüzdesi konusu birbirimizin anlayışımızda birlikte olup kurbette konakta olup şeriflerimizin konaklarımızda da tasarlanmışa güneyli konakların denizden bakıp oturabilirimizdir. Hey, kan jag mamma med mikrofon? Ayt. Kan iki. Kuda aşıkta patın yok tutarım. 25 gram mı? Aşktık, yarıntız kaptığımız. Kıymetli konaklar, alışlarından gelin. Bugün bizim uğraşanımız kardeşimin opasını eşittiğimiz koyunda. Otpasında bir toyda stakanına basmışına otururken, onun sebebişisi, kardeş alışça satır oldu. Жаңа келіп айтып отырмын ғой өзіне шынымен алпысқа толып отырсың ғой. Міне 60 жасың құтты болсын. Денің сау болсын. Ең басты байлық денсаулық деді ғой. Денің сау болып, мына Құдай берген балалардың қызығын көріп, немереде шөбере көріп. Бұл енді қалдашты бәріміз білеміз, танимыз. Кластастар отыр, жақын жоқтар отыр. Осы екі ұлдың өзі адам көп өсіріп, үй жайлы екеуін үйлендіріп, әрине оны басына түскен адам біледі. Міне соларды қатарынан кем болмай, үйлі жайлы етіп, міне келін алып, немере сүйіп отыр. Қалдаш, саған мен өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Денің сау болсын. Міне қуаныштың үстіне қуаныш. Осындай ұзақ жолдың ұзақтығына қарамай, күннің соқтығына қарамай, Гүлмира мен Алмара отыр. Осы қуанышына бөлісейік деп, бұларға да рахмет, сол жердегі туыс үшін келіп отыр. Осындай, енді қазір павлодан айтамыз да, болмаса қиындық жоқ қой қазір. Не деймін, қалдаш, мерейлі құтты болсын, алпыс жасың. Үйіңнен бақ береке алмасын. Өсібін бала-шаға қызығын көр, жамандық еш уақытта жойылмасын. Құдаша көп, бірақ өзің өзгешесің. Ішінде гүл бақшаның күн кешерсің. Мерейлі 70, 80, 90, 100 жастыда тойлауды Алла тағалам саған нәсіп етсін. Белгілі ақынымыз Өмірзақ Қожамұратовтың бір өлеңі бар. Біреулердің бақыты құздың қиятасында, біреулердің бақыты отпен ошақ басында. Міне қалдаш, осы бақытын отбасынан тапқан, балдарынан тапқан аналардың бірі деп есептеймін. Жаңада айтып кеттім, тағы да айтамын. Осы балдардың қызығын көр. Осылардың үлкен семья болғанын көр. Міне Манас, ана үлкен болғанын Мирас. Я екеуі де қолымызда өсті ғой, енді өз алдына үй болып, отау тығып, міне осылардың қуанышында жүріңдер. Осындай ақ дастархан әрдайым үйінде тойға жайылсын. Және бір рет туған күнің құтты болсын. Денің сау болсын, аман болсын. Азамат сіздерге тапты болған рұқсат етіңіз. Рұқсат, тапты. Видела? Ладно, видела. Siz boydak, men boydak. Мына енді алпыс деген бұл кесірдің басы болады енді. Жасақта орамалды орап тойларда жүреді. Kızlar, kane ki kızlar, klastaslar almışlar. Kane, ya parayı mı? Kane almışlar, kane ki. Kane para almışlar.
Қарағанды Теміртаудан ат салып, бауырымның туылған күні деп бір көңілін алып, бауырын іздеп, сонша жерден кейін мына екі сіңілім ғой, екі сіңілісіне сөз береміз. Қайсыңыздың жасыңыз? Bismillahirrahmanirrahim. Барлықтарыңызға ауылдастар, бауырлар, баста сізді апамыз Қалдыкөлдің 60 жас мерейтойы екен. Туған күні құтты болсын, дені сау болсын. Біздің ақылшымыз 60 жасқа ұқсамайды еді. Ана 60 деген сұққа қалып қойды. Өмір жасыңыз ақ болсын, Аллам берген екі ұлыңның жылын көре бер, өсіп өне бер. Әрқашан жүзіңнен күлкі кетпей, ортамызда басшы, қамқоршы болып жүре бер. Біз сені жақсы көреміз, өте қатты. Бауырларың сәлем айтып жатыр. Жоқ болып кеткенімізді айтып жүргенсіз. Сосын бауырлар артынан сыйлығымыз бар еді. Соның қазір маған құттықтап болып табыс етеді. Құрметті қонақтар, себепшіміз Қалдыкөл күніне туған күні құтты болсын, денің сау болсын, саған тілейтінім жердің бетіндегі бәрі жақсылықты тілесек те жарасады. Балдарының қызығын көріп, ортамызда басшымыз болып, жарқырап осындай әрдайым жас болып жүре берді. Біздер саған ең жақсылықты, бәрін байлықты, жақсылықты, денсаулықты тілейміз. Бауырларының артынан сыйлығымыз бар, соны табыс етіп болса Тапсыр. Кәне, видеошы бар ма? Бар екен. О, құтты болсын деген. Мына троспен деген трактор сүйреуге болады. Ана 61 жасқа дейін жуам. Бауырларым. Еліміз Жазираның да 40 жасы. Қашан туды? Енді туады. 40 жасында 29-да толар. Көршінде бір бола ма? Сыйлығымыз бар оғанда азғана соны табыс етейік. Жазира, жаным, киенім жақсы көретін, туған күнің құтты болсын. Енді қос той болып жатыр қарап отырсам. Әрдайым өстіп, Сичан екеуің балдарының қызын көріп, Маған сыйлық жоқ. өстіп жарқырап жүре беріңдер. Біздер сендерге тілектеспіз. Әрдайым осындай жақсылықтарына келіп жүрсін. Бауырларының қайнапаларының артынан табыс етуге рұқсат етіңдер. Сейчас. Мен ауылда болғаннан кейін Сенчан бауыры, інісі, онда өз тілегін айтты. Оған қарама үйге барған көресің. Жоқ, сен сөйле. Сен сөйлейтін еді.
өзі қорқақ екен да бұл да. Адамның bir Ешкі болмаса апа жақсы көрем деген сөзді көп айту керек екен адам, ей. Жақындарыңызға жақсы көрем деген сөзді көп айтыңыздар. Неге дейміз, мына бүгінгі себеппен осы дастархан басына жиналған екенбіз. Ең алдымен қош келіпсіздер қонақтар. Бүгін әдемі бір кербеттей күнде бас қосып отырмыз. Біздердің үлкеніміз, апамыз 60 жасқа келіп, мен өзі жаңадан келін болып түскен кезінде қандай болса әлі 60-қа келсе де сондай қыздай болып, мен түскеніме де өзінше бар болып жатыр, келін болып түскеніме де осы әулетке. Құдайға шүкір, осы әулетке келін болып түстім, жақсыны көрдім, жаманды көрдім, барлығын үйрендім, осы апаларым, арсындарым, осы қайын-жұрттарыма алғысым шексіз. Апа, өзіңіздің деніңіз сау болсын, әрқашанда деніңіз сау болып, осындай ойнап күліп, тағы да 70 жасты, 80 жасты, 90 жасыңызды тойлауды нәсіп етсін. Барлық жақсылықтарды тілейміз, жақсы тілектер айтылып жатыр ғой жаңа. Солардың барлығы Алланың періштенің құлағына шалып, Алланың қалауымен сол орындалсын сізге. Осы мына Құдай берген балдарыңыз, немерелеріңіз бұдан да көп болсын. Қай жерде жүрсеңіз де аман саулық, осындай гүлдей жайнап жүре беріңіз көпірі. Сол бауырларымыздың тілегі, тек біз тілекшіміз ғой, тілекшіміз әрқашанда. Қай жерде болсаңыздар да, мына Қазақстандағы апаларымда, ағаларыма да, барлықтарыңызға да тілекшіміз біздер. Сол жақсы күндерде кездесек, аманшылық болсын, барлықтарыңыз үйлеріңіздер осындай жақсы күндер бола берсін. Мені де қосып, мен 29 февраль туған күнім. Осы апаммен бірге келіп, апамның енемді туған күні бар еді. Тірі кезінде қосылып тойлайтын еді. Сол бірге тойлар талай не болдық қой, жақсы күндер болды. Рахмет сіздерге де осындай күткен жоқпын. Сюрприз болды. Рахмет, тойға келіп кетіп жүре беріңіздер. Қасиеттен Жазира сонша сөз сөйлегенде біраз сөйлемейді. Жақсы. Тойларда билерде жүрем ғой осында қызмет. Söz кезегін 10 жыл оқыған класстастары, сыныптастарына береміз, достарына. Кірепті. Кәне, кімнен бастаймыз? Бүгін жинап отырған себебі Алаштың туған күні 60 жас құтты бола берсін. Өмір жасы ұзақ болсын. Құдайдың берген баланың ортасында немерені етіп, шөберені шертіп, шақаттап жүре, денің сау болсын, ешқашанда ауырма. 60 жас бұл өмірдің өткені, өмірге кімдерге кетпеді. Бұндай той күнде тойланбас. Шайхандар 81 тілектері. Некәтия достым, бүгін туған күнің құтты болсын, 60 жасыңыз менің сау болсын. Мына өсіп отқан ұлдарыңның, келінің қызың ғой енді, қыздарыңның рақатын көріп,
немере шөбере сүйіп қартаймай жасап жүре бер жаным. Және де құтты болсын. Құрбым, бүгінгі юбилей жасың құтты болсын, денің сау болсын, өмірің ұзақ болсын, әр күніміз осындай бақытты болсын. Ne diyeyim, işler kıymetli konuklar. Ne bulunlar, ne dasturxon sebepçi. Katya, buramızın 60'lasın kutlu olsun canım, benim sağ olsun. Осы екі oğlunun, kelinlerinin, nemerilerinin kızına koymaya жүре бер. Сонша алыста міне қыздар келіп жатыр. Рахмет сендерге де қадамдарың құтты болсын, дендерің сау болсын. Туыстың осындай болады, ұзақты жақын болып келіп жатсыздар. Дастарханың әрдайым да Катяжан тойға жайылсын. 60-тың және біреуін тілеймін, денің сау болып. Осы екі келіннің қызым жоқ демей, екі қызым бар міне. Немелердің қызығына тоймай жүре бер. Сыйлығымызға достарымызға табыс етеміз. Сау болыңыз. Класстастар бір бала кетіп келер екенсіз, қашып кетеміз. Bir tür jigitimiz var arası biliyor. Салат болмады, қашып кетті. Ортаға тұрып. Салат болмады.
Yüreğimde tümden yıllar yapılmaysan yaparım canze Got the cost money, need to use it. Детство не вернуть обратно.
үйінде батыр десең. Менің қызымның бастығы сөйлесін енді. Бастық сөйлеп жатқанда қолды бүйтіп жүректің тұсына қойып тұрады адам. Мен сендерді неге үйреткенмін? Жайлап келе жатырмын. Қалдаш апа, мына Асқаралы 60 жасыңыз құтты болсын, алпыс талпыс дейді ғой. Бұл әлі қалыпты. Сізге өмірдің ең қуанышты кезеңдері ғой осы кезінде. Құдайға шүкір, балдарыңыз бүтін, бауырыңыз бүтін дегендей. Дүниедегі бар жақсылық, әйел бақытын кейін. Адамның баға жетпес байлығы балдары дейді. Балдарыңыз аман болсын, бауырыңыз бүтін болсын. Жұмысыңыз табысты, берекелі болсын. Тап осы кезде 18-де қыздайсыз осы, қыздай болып жүре беріңіз. Ой, менің супер болады. Отбасыңыз аман болсын. Біз Қалдаш апамен сымбат жағынан бастырамыз. Менің балалық бал дәуреnim Набари көшесінде өткен. Міне Гүлмира подружкам, Ақмарал подружкам, Қалдаш апам, Замира апам, Қайрош, Ағайрош деп Марияш апа айқайлайды, анау жігіт келеді, Сейітжан дейді, мынау жігіт келеді. Біздер сол үйдің 6-7 баласыменен мен Аяқұдықтан келем, апаменен араласып, құраласып, 10-шы класты бітіргенше сол көшеде өстім мен да. Осы үйдің балдарындай болып, Орынбай ағам қандай жақсы адам. Мен әлі ұмытпаймын, таматын біздерге өлтіріп ұрысқан ғой маған. Ананы істемедің, ұшқаны ғой маған шамалы шара жіберіп тұрмыз. Сосын мен өкпелегенмін да, кетеміз дегенмін, ағашымыздың үйіне Балимановқа деген Орынбай ағам шара әбетке келіп, стройдан тұрып істейтін еді, Жигулиге бар астында демалып жатқан. Барма деген ғой, Гүлмира ол кісі шашырып жұмыстан келді. Барамын дегенде, Орынбай аға, біздерді нағашымыздың үйіне шақырып жатыр Балимановқа. Көкем, соны сізді апарып тастасын деп жатыр дегенмін да. Гүлмира жуас қой. Дегенде екеуміз машинаның артына отырып алғанбыз, біздерді апарып тастаған, әбеттен кейін нәбатын қуып барған. Неге қашып кетесің? Кім әкеліп тастаған оларды деп. Сондай бір ақкөкірек кісілер еді ғой, ата-анасында танимсыз бағдағайыңызда. Марияш апаның пісірген тандырдың басында бір нан, бәріміз бөліп жеп, бүйтіп өскенбіз. Балалық бал дәуреніміз бірге өсті. Менің апаммен класстас еді бұл кісі. Сол Қалдаш апа өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Міне сымбат келініңізбен де бір жылға жуықтап қалды, 7-8 ай. Кәсіптеспіз, бірге жұмыс істеп бара жатырмыз. Құдайға шүкір, Аллаханыңызға салып, аялап, қызыңыздай қылып қарап, мәпелеп, бір ене сізде-ақ болсын. Мың тағзым қылып тұрып қызметіңізді қылсын сымбат. Сондай енесі бар, сондай мамасы бар, сымбатқа да рахмет. Сымбатты тәрбиелеген ата-анасына да рахмет. Қалай ұрыстым, оны бүйт, бұны бүйт деп. Адам баласы болып адамға қайтады, сөз айту келмейді. Дейді да қояды міне. Рахмет, тәрбиелі, өскен, өнген жерден сізді келін алғансыз. Жұмыстарыңыздың барлығы алға баса берсін, біздің енелді үшін әдем болып жасап жүреді. Күйбеді ғой саған? Мұнағыз деген менен кеттім. Міне, ал. Бауырларым молодец. Бірігу керек, бұл заманда бірігу деген жақсы. Бірігірсе керек. Бұл әкесімен соғып тұрады. Енді әрі коллегасы, әрі құрбысы Гүлмира ма? Гүлмирадан бір тос естен жақсы тілек естейік. Құрметті қонақтар. Микрофонды бер. Құрметті қонақтар, бүгінгі жиналған себебіміз Қалдыгүл апамның 60 жас мерейтойы екен. Мерейтойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Өсіріп отқан ұл қыздарының қызығын көріп, сонда Қарағанды Теміртау қаласынан келген сіңлілеріміздің қадамдары құт мереке алып келіп, сіздерді Өзбекстан, Қазақстан ортасында жүре беріңіздер. Еліміз тыныш болсын. Қазір 60-тан асып 70-тен жетіп 80-не секіп 90-нан 100-ден де асып кете беріңіз. Тағы 60 жасын екеуі дейміз. Әрқашан үйімізде той мереке болып, сіз біздің осындай армазында семьялардың артында сыйлығын қабыл алыңыз. Әкем біздерде осы себеп айтып қалайық, айтатын ақыры біздер шығады. Әкеле! Қай не алды деді? Ойлан ертең geçeyim. Менің құдағайым танымайтындар болса айтайын, өзім таныстырайын.
сіздер танымасыздар, естіватсыздар ғой әскерден. Мен осы кісінің құдасы боламын. Сымбаттың әкесі, ұрығым Өлкек балығы, атым Сұлтанбек. Қарағатадан емес пе? Қарағатадан. Енді ойлаймыз, мынау менің құдағайым, әрі осы үйдің құданың орнына құда болып, құдағай жөнінен өстіп мынау осы екі жас, осылардың басын қосып, осылар үбірлі-шүбірлі болып өсіп, өніп келе жатыр. Әрине жаңа мына кісі сөзге тиек етіп кетті, оңай емес. Енді бір қожалықты атқару, осы балаларды үйлі жайлы қылу, ол әрине әзіл емес. Тағы бірдеңе оқып қалды маған. Соны айта ауызшағаны да айта беріңізші. Неғыл дейміз? Басын басты қойды ғой. Барлығы. Жаңағы болды ғой осы қыз, осы құдағай менің қызымды сұрап барған кезде, елім бар, халқым бар, сол кезде айтқан маған. Ей, мынау қыз, әкесі бар қыз деген кезде мен былай демем. Есіңде ма? Сен бар ма едің, жоқ қойдың? Мен бар едім. Әкесі жоқ, жетім үйленбесін, қатын алмасын деп ішерде жазылмаған, ешерде айтылмаған. Қызым қалап тұрма, осы балаға беремін деп, мен қызымды беріп, көптің пәтесін алып, өсіп келатқан түріміз бар. Аллаға мың бір шүкір. Барлығы жақсы. Мынау менің гүлдей супер құдағайым. Өмір жасың ұзақ болсын, денің сау болсын, отыңның басы аман болсын. Осы балдарға мотивация болып, әрі ана, әрі әке болып жүре бер. Ей, Манас, мен сені жақсы көремін, мама деген сөзді күніне бір мәрте айтып қой. Қасыңда бүгін бар, ертең жоқ болуы мүмкін. Бұл өмір. Ертең оның орнына үлкен өкініш болуы мүмкін. Сол үшін анаңды сыйла, әруақты сыйла. Бір Алла де. Дендерің сау, оттарыңның басы аман болсын. Мына балапандардың жамандығын көрсетпесін. Осылардың үлкен тойларында дастарханның төрдің көркі болып, екеуміз отыра берейік. Сен 100 жаса, мен сол юбилейіңе келіп саған гүл табыстап кетемін. Сен отыр WhatsApp-та группада ешкім жоқ қой деп 100-ге шығып алғасың да, ешкім жоқ. Әне сондай болса, Деніміз сау болсын. Осы дастарханға жиналған қара көздер. Міне бүгін бір жақсы, бұндай күндер ғанимет. Барымызды базар қылып жатырмыз. Біздер бір-бірімізді сынайтын адамдар емеспіз. Мінекей сонша жерден, пәленбай 1000 километрден келіп, бауырлары осыны жоқтап, осыны іздеп, бауырым деп келіп отыр. Ол да бір ауызбіршіліктің белгісі. Дендеріміз сау болсын. Сіздердің үйлеріңізде осындай той болсын. Сіздер де 100 жасаңыздар. Енді сол үшін алып жібереміз енді. Супер құдағай. Ойбай, менің жаңағы енді видеозвонок қылып сіздердің уақытыңызды алмайын. Қатын тоңқылдаса, қатын менікі ғой, тоңқылдап қояр, енді оның видеозвонок қылып жұрттың уақытын алмайық, кейін саған телефон. Енді қатыным айтты, Қазақстанда тұрып, әттеген-ай, алтын тағатын құдағайым еді. Әйтеуір мынандай болды, бұның барлығы уақытша, әлі алтын болса талай тағамыз. Мынау менің атымнан саған мына конверттің ішінде. Бір жер қажамаулар не болса да, бір сон бар ма, екі сон бар ма? рахмет. Кәнеге аламыз, деніміз сау болсын, күліп жүрейік. Ана жерді ашып. Кейін звондаймын деймін. Біздердің алдымызда әрқашан күліп ойнап жүре беріңіз, біздердің бақытымызға аман болыңыз, ешқашан ауырмаңыз. Ең жаман күндеріміз осындай бола берсін. Біздерге басшы болып ешқашан ауырмай жүре беріңіз. Сізге айтатынымыз сол. Азғантай сыйлығымыз бар Қазақстандағы. Ағамның атынан, жеңгемнің атынан, біздердің атымыздан
Sivas'ımıza kabul alınız. Bana Benim kızım da Türkiye'de takım var bu Türkiye'de. Niye onda oldu kızım? Bana canım anlasın. Ne dedim ya? Hem hatırlan tutulsun. Herkesten oynayıp gülüşüyor. Düşman yok dostlarım çok basına başladı. Şimdi hemen günü olsa yüzün kadar 100 kadar ver. 100 lira tapma kalanı var. Toktamı söylüyor koydu. Ya nasıl basar işte bakamız için rahmet size. Uyuştur geçin. Hani bala başladı hiç mesleşti. Yoda kalkası görüp tabii mi? Şuşa. Жақсы денсаулық ауырмаңыздар. Вам денсаулық па? Kemiğe tuttum canı bir. Değiliz var. Karayip kebirlilik evlilik var. Dursa gel. Ha, oyba jaman gel birden aldı. İşim жақсы bilmeyim. енемнің жақын досы Ерапаның жаңа сәлемдемесін сыйлығын тағы жіберейін енеме. Ay молодец. Ой, ертерек айтсаң болмай ма? Жоқ, жаңа енді Басыма бірден іс қайтсын. Молодец ей. міне Құтты болсын, құтты болсын. Құтты болсын. Ира рахмет. Артық той болсын, сенің де той болсын. Balasına bir toy жасап бер алмай, дүниеден өтіп кетті-ау қанша адам. Баласына бір той жасап бер алмай, дүниеден өтіп кетті-ау қанша адам. Аяғыңды басылырақ басарсың, арман еткен балың болса yaşında. Ayağımda basılarak basarsın, armağan ettiğin balım bolsa yaşında. Ой, молодец.
Let
Құдасынан да 50 мың қосып Ей, қойды. молодец. Сұлтанбек құдасынан дең. Міне, құдамның құдағай осындай болу керек. Гүлзира мындеген, сен жюри боласың. Тоқта шығар. Тоқтамайсың мындеген. Шал ойнамайды. Ем алып отырсың. Гүлзира, жюри боласың. Гүлзира жюри болады. Құдай екеуі. Өзіңдікін өзі отырғалай ме отырсың екен. Енді мына жерге шағын 3 жұп қылса болады, Гүлзира. Әркім таңдап 3 жұп шықсын. Давай, екеуден 3 жұп. Сен музыканы тақтай бер. Мына жерде 150 мыңсың. Шағын музыка қоямын. Не дейді? Класстасына 2 апа. Жоқ, әркім өзінің кіміне Сүре берме, я? әркім өзінің қалаған жеріне. Ана шопырды шығарыңдар. Ой, 50 мың. 200 мың болды. 200 мың мынау приз. Әркім өзінің қалаған жолыменен 3 жұп шықсын. Миша шығасың ба? Шықпасаң мына жерде енді бұл жерде ұлдың жоқтығына байланысты қыз демейді. Қыз бен Қоқыр шымкент көшінің шағын бәрін жеттен бізді шектеп биткен күнді үш марта қояды. Біреуі кетті. Екінші апам қайсы музыканы айтады, соны қояды.
Üçüncü oyunu. Üç şıkta, ahırkısı final. Mikrofon veriyor. Simit. Toqta yerde mine kız bana özü etkilestirsin. Kani осы жерде ойнаған жұптар ортаға келіңіздер. Екінші орында терлеп тепшіп ойнаған қайқы мына Сейітжан кенже? Жазира менен амасына екінші біресе Әсем апамен, біресе Тоқта апаменен билеп жүрген ана екі кісіге 25 Гран-при Қазақстаннан келген Гүлмира Жуғанмен Қалдаш апамның немересі қоймасынан билеп жүрген Thank you.
Ауызбірліктен Құдай айырмасын. Ең жаман күніміз осындай ойын күлкімен өтсін. Деніміз сау, отымыздың басы аман, бауырымыз бүтін. Алла ауызбірліктен айырмасын. Деніміз сау болсын. Ешкім ауырмасын. Сосын үндемей ғана өсте, мына ішіп отқанда, азғандай Алла айыр. Бұл да бір ғанимет. Бүгін бар, ертең бұл қайталанбайды, бірақ негізі. Бүгін болып жатыр барлығында. Сол үшін алыңыздар. Ертеңгі тарих деп қойыңыз. Иә. Өткен күн. Бүгін өтті. туған күніне жиналып бас қосып жақсы нелерменен өткердік. Мына ұзақтан келген
жақыннан келген, осы жерде жүрген класстас, жора, жолдас дегендер барлығы, құрметті ағайындар. Барлығы жақсы өтті. Құрметтеріңізге рахмет. Міне бүгін қарындасымыз 60 жасқа толып, 60 жас мерейтойын тойлап жатыр екен. Тойы онан бетерде жалғаса берсін. Ізі көп бұныңда. Немерелері бар, шөберелері бар. Ізінен жалғаса берсін қарындасымыз тойларына. Әрқашанда ортақ болып осы бас қосқан жігіттер, тағы да келе алмай қалған жігіттер болуы мүмкін. Құрдастар, ағайындар болуы мүмкін. Барлығы бас қосып отыра берсін. Тойларыңыз тойғыласын, дендеріңіз сау болсын. Әрқашанда тойымыз тойғыласып, бас қосып, тыныштық заманда осындай бірге болып отыра берейік. Барлықтарыңызда үйлеріңізде осындай той болсын, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің, 60 жастарыңыз болсын, 50 жастарыңыз болсын. Бас қосқан бірдеңе деп атап өтіп ғой. Соларда бірге көңілді көңіл күйменен өткере берейік. Дендеріңіз сау болсын, әрқашан қуаныш күндерде бірге болайық. Әумин. Бана бір сөз айтайын мен. Айтшы беріңіз. Бұл кісінікі тос болды. Мен бата берейін. Болды. Тоқта. Қане камера кәне. Камера. Давай. Жібер. Құдағай. Мен батамды берейін, үстем болсын мерейін. Әр уақытта осы үйге қуаныш тойға келейін. Жақсылық сізден кетпесін, жамандық сізге жетпесін. Тәңір берген несібе кеп-кіресе кетпесін. Аумин. Малды болыңдар, жанды болыңдар, қатарларының алды болыңдар. Шақаларың мың болсын, түбірлерің бір болсын. Қалды гүл қалдаш, көргенің тек қана қызықты думанды той болсын. Мына бүгінгі дастарханың әрдайым тойға жайылып, осындай өзіңнің көңіл жақын адамдарыңменен тойларыңды өткізіп жүреді. Қайнағамның үйіндегі